Қарлығаш пен Дәуіт ертегісі. Бір күні қарлығаштың балапандары ұяда ұйықтап жатқан еді. Сол сәтте жауыз жылан ұяға қарай жылжып, жоғары өрмелеп келе жатты. Мұны көрген қарлығаш шыр-шыр етіп көмек іздеп аспан мен жерді шарлай жөнеледі. Алдымен ол көкекке келеді. Қарлығаш көмек сұрайды, бірақ көкек бүркіт қонаққа шақырған еді, соған барғалы жатырмын. Уақытым жоқ деп бет бұрып жүре береді. Үміті үзілмей, қарлығаш қарғаға барады. Ал қара қарға болса тәкаппар кейіппен, үйленгелі жатқанымда мазамды алма деп көмектесуден бас тартады. Амалы таусылған бейбақ қарлығаш шыр-шыр етіп әуеде ұшып келе жатқанда алыстан Дәуітті көреді. Қарлығаштың дауысын естіген Дәуіт тоқтап, "Досым, неге зарлайсың?" деп сұрайды. Қарлығаш көз жазын көл қылып, жауыз жылан балапандарымды жұтпақшы, не істерімді білмеймін дейді. Сонда Дәуіт еш ойланбастан, "Онда мені тез жеткіз" деп жауап береді. Қарлығаш қанатын тосады, Дәуіт оның жотасынан мінеді. Екеуі көзді ашып жұмғанша ұяға жетеді. Жылан балапандарға тақап қалған екен. Егер олар бір сәт кешіксе, жылан балапандарды жұтпақ болған. Дәуіт жанкештілікпен шабуылдап, жыланның екі көзін тырнап ағызып жібереді. Жылан сылқ етіп жерге құлап, сол жерде мерт болады. Қарлығаш Дәуіттің ерлігіне шексіз риза болыпты. Сол күннен бастап екеуі айнымас досқа айналады. Талай заман өтсе де, Қарлығаш пен Дәуіт бір ұяда тұрып, тату-тәтті өмір сүріпті.